Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгінгі біздің анимация туралы сабағымызға қош келдіңіздер. Сондықтан да біз бүгін алдыңғы сабақтарда жасаған IT Studio сайтымызға анимация қосатын боламыз. Енді IT Studio сайтымыз қандай қазір? Мінекей, IT Studio сайтымыз осындай сайт болып тұр қазір. Мен уже анимацияны қосып қойдым. Сондықтан қазір қалай жасалады, соның барын қарастыратын боламыз. Енді біз алдыңғы сабақтарда ресторан туралы сайтымызды қарастырдық. Мінекей обновить етейік. Так. Все, мен түсіндім. Бұны анимациясын жасамайды, мен өйткені оны алып тастадым. Біздің студиомызда уже анимация тұр. Так, бізге не керек ол үшін? Бізге тағы да бір CSS файл керек. Animate CSS деп аталады. Бұл файлды мен сіздерге Телеграмда жіберетін боламын осы сабақпен бірге. Сондай-ақ тағы да бізге JavaScript файлы керек. Wow.min.js деп аталады. Осы екі файлды өзіңіздің проектіңізге қосасыз. Одан кейін жаңағы редактор кодымызға кіресіздер. Линк арқылы осы екі файлды қосамыз. Мінекей қарапайым CSS сияқты Animate CSS деп қосамыз. JavaScript қосқан сияқты JS Wow.min.js. Және мына жерде скриптін жазасыздар. Енді осының барлығын сіздерге бірге жіберіп жіберейін, сіздерге жеңіл болу үшін. Сондықтан ары қарай Wow.min.js бізге вообще қажет жоқ, ашып Animate CSS-ті ашып қоясыздар оң жаққа. И мысалы қараңыздар, бізде мысалы мынау бірінші header, header бірінші секция. Соның div классына барамыз, контейнер деп жазылған. И сол жерге біз өзіміздің кодымызды жазамыз. Мысалы wow animated light speed in data wow duration 2 second. И ол неме деген сөз? Wow деген wow.min.js дегеннен шыққан. Ол жазасыздар. Animated, яғни анимацияланған. Және light speed in деген не десеңіздер, ол анимацияның аты. Мысалы мына жерде roll in дейді. Roll in-ді аламыз, мысалы копировать етем и осы жерге салам. Data wow duration 2 second деген 2 секунд деген сөз. Бұны жазуға болады, жазбауға да болады. Мысалы қараңыздар, roll in қойдым, мынау өзгереді менде. Міне басқадай анимация шықты, көрдіңіздер ме? Оның аттарына анимациясын аласыздар. Ол жерде былай жазылып тұрады, keyframes деп ары қарай есімі жазылып тұрады. Мысалы мінекей roll out, ол шығып кетеді қазір. Міне zoom in дейді, zoom in-ді алайық мысалы. Zoom in-ді қоямыз. Мінекей, zoom in деген анимация осындай. Мысалы, алыстан жақындатылады, zoom деген өз сондай нәрсе. В принципе, ары қарай тура солай. Кстати, мына жерде не обязательно контейнерға бірақ қоюға. Можно, мысалы, на менюларға отдельно қойуға болады, каждый дивна өзіңіздің классқа жанына жазасыздар. Мысалы, wow, animated, там roll out, мысалы, fade in, down деген сияқты жаза бересіздер. Мына текстқа, картинкаларға, фотоларға, кнопкалар, каждыйына бөлек қойуға болады. Мен бұл жерде уақыт алмау үшін арнайы осылай секцияларға, бірақ блоктарға бірақ қоя салдым. Міне көріп отырсыздар, полный анимацияланған болып шықты сайтымыз. Мінекей. Бүгін енді барынша сығып ең керекті информацияны ғана беруге тырыстым. Сондықтан да бүгінгі сабағымыз қысқа болады. Но все же оңай нәрсені не үшін қиындату керек, дұрыс қой. Сондықтан аласыздар, мысалы, мен сіздерге дайын нәрсені барын беріп жатырмын. Animate CSS файлын жіберем, wow.min.js файлын жіберем, сіздерге қалай линкті жасау керек соның жолдарын барын жіберем. Енді ары қарай чисто өзіңіз осылай алып, мына жерге 3 сөз жазсаңыздар, все, анимацияңыз жұмыс жасап тұр. Сондықтан мен сіздерге барлығын шайнап бердім, сізге жұта салу ғана қалды. Бүгінгі сабағымыз осы, барынша түсінікті қылып, қысқаша түсіндіруге тырыстым. Сондықтан да бүгінгі сабақ сіздерге барынша түсінікті болды деген ойдамын. Осындай кішкентай қадамдармен ғана осындай шедевр жасап шығуға болады. Жеңіл нәрсені қиындатып қажет емес. Сондықтан барлығын жеңіл жолын іздеу керек. Мен ылғи айтып жүремін сіздерге. Сондықтан да бүгінгі сабақ осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.